найзадағы бұл алғашқы жекпе-жегі емес. Бұған дейін екі айқас өткізіп үлгерген. 2023 пен 24 жылы Болат Заманбековтің де қарсыласы болу тиіс еді. Найзадағы екі жекпе-жегінде де жеңіске жетті. Соңғы мәрте 24 жылы Ауан Ақуыққа қарсы жекпе-жекте жеңіліс тапқан. Міне, енді қайтадан оралып отыр найза лигасына. Ал енді қытайлық қарсыласы Жоу. Бүгін Жоудың жолы бола ма, болмай ма, ол әрине өзіне де байланысты. Үндістандық жауынгердің дене бітімі ірілеу көрінеді. Міне, Аңсари ашулы, өзін шашын алдыруға мәжбүрлеген қытайлық Жоуға қарсы жойқын ұмтылыспен шабуылдауға көшті. Жоудың негізгі кәсіби деңгейдегі жолы өте сәтсіз басталған. Қатарынан 4 айқаста жеңіліс тапқан. Одан кейін әйтеуір жол болып 23 жылы алғашқы жеңісіне қол жеткізіп, одан кейін араға үзіліс салып 25 жылы қатарынан 2 айқаста жеңіске жеткен. Міне, осындай қызықты деректер. Қазір міне Жоу өзіне ентелеген тұлған Ансаридің аңдысын аңдып, бірнеше соққымен қарсы алуға тырысты. Шақыруда кел дейді. Тамаша, Жоудың оң қолы дәл тиді нысанасына, тейдаун бар. Ансари енді қарсыласын тұрғызбай бақылауында күштеп ұстап тұра алатын болса, тамаша бір жеңіске бастар жол болмақ. Жоу әзірге өте қолайлы жағдайда, аса бір басына қара бұлт төніп, қысылтаяң күй кешіп жатқан жоқ. Ансари барынша, бағана айттық қой, рестлингпен айналысқан, бұл енді күреске өте бейім келеді. Тек 2018 жылы Ансари кәсіби түрде 8 бұрышқа шығуды бастаған. Мінекей Жоу! Қазір арқасынан қапшық сияқты қарсыласы аударып тастадым әлде, өзі ауып кетті ме? Мінекей тамаша! Әдіс. Ансари қалып қойды. Және берілеме! Жеңіліс тапты Ансари күтпеген жерден. Өзі барып ұрынды, өзі барып түсті. Қалайша, раунд басынан сондай сенімді өткір шабуылдап жатқан. Вэнь Юн Жоу! 24 жылы алғашқы жекпе-жегінде жеңіске жеткен. Одан кейін араға үзіліс салып 25 жылы қатарынан 2 айқаста жеңіске жеткен. Міне, осындай қызықты деректер. Қазір міне Жоу өзіне ентелеген тұлған Ансаридің аңдысын аңдып, бірнеше соққымен қарсы алуға тырысты. Шақыруда кел дейді. Тамаша, Жоудың оң қолы дәл тиді нысанасына, тейдаун бар. Ансари енді